біздің тақырыбымыз тәжірибе ұлт жобасы аясында өтіп жатқан пилоттық дейді. Яғни біз Аманат партиясы жүктемесі бойынша осындай бізде жоба өтіп жатыр. Қарағанды облысы кіріпті, біз осы жобаға жасамаға атсалысып қатысып жатырмыз. Қазірше бұл біздің 3-ші немесе 4-ші жиналысымыз. Қызық беріп жатыр деген адам. Бүгінгі біздің кітабымыз Шәкәрім Құдайбердіұлының «Үш анық» деген еңбегі. Бұл «Үш анық» деген еңбегі кішкене тоқталып кететін болсақ, мен өзі жеке пікірім. Кітапты оқып отыра өзі философиялық жан жайды, ағымшы жайды өте көп өтті. 1931 жылы өтіп кетті. Бірақ егер өзінің кезінде немесе Еуропада жақсы бір заманда туылып өскенде, бұл кісі жаратылыстану бағытта, физикалық бағыттарда немесе жан мен тәннің бағытында өте үлкен ғалым болатындай кісі екен. Білімге құштар, ешқайда оқымаған, өзі барлығы ізденіспен өте керемет әсер қалдырды өзінде. Мақсатымыз мұғалімдер арасында классикалық философиялық еңбектерді оқыту мәдениетін насихаттау, үш анық еңбегін идеалдық философиялық мазмұнын терең түсіну. Шәкәрім адам, иман, ар-рух, әділет жөніндегі ойларын талқылау. Біз мұғалімдер осы күнге өзіміз не алып жатырмыз? Осы кітаптан не түсіну оны оңай емес. Әр сөздерінің, ақынның, жаңағы жазушының әр несінде, сөзінде астарлы бір ой жатыр. Оны жай адамға мысалы оны оқу бөлек та, оны түсіну оқу, бұл кітапты менің ойымша мүлде басқа бөлек. Бірінші кезекте табиғат туралы айтқан, жаңағы табиғат, қоршаған орта, жаңағындай өздігінен пайда бола ма деген сұрақ болғанда, мысалы жаратылыс, осы бір жаратылыс өздігінен пайда бола ма? Ол күш, әрине ол біздің жаратушымыз деген жазушы. Ол жаңағы сол бірінші заңы ол табиғат заңы деп айтылған, ал екінші заңы ол дін заңы. Дін адамға моральдық тәртіп береді. Әр адамның өзінің бір белгілі бір діні болады. Бірақ ол жаңағы Шәкәрім айтқан дінді бір соқыр еліктеу емес, оны дінді ақылмен түсіну керек деп айтылған екен. Ал ең бірінші кезектегі үшінші заңы, үш анық деген үшінші заңымыз ол ар білім, ар ождан. Жаңағы біздің біліміміз, ол жаңағы ар ожданның өзі үш нәрседен тұрады деген, ол мейірім, әділет және ынта. Жаңағы адамның шынайы болуы, оның арлы адал болуына жаңағы нетеді, байланысты екен адамның не болуы. Ол кітапты мен енді оқыған кезде көбіне жаңағы айтып отырмын ғой. Ол кітапты түсіну, оны жаңағы ішіне кіру философиялық үлкен мән жатыр. Жаңағы табиғат, дін, жаңағы ар ождан, осы үшеуін жазушы үш анық деп осы үш нәрсені айтып өткен екен өзінің жазуында. Адамның жаны өлгеннен кейін, өлім туралы өлгеннен кейін ары қарай осы неде тағы да осы өмірден кейін тағы да басқа өмір бар ма деген сұрақтарға жауап береді. Яғни адамның жаңағы бір оқиғасында бір 19 ғасырда бір теңізде капитанға соның жұмысшылары ақша қарыз болған екен. Соны жаңағы кісі қайтыс болып кеткеннен кейін жаңағы спиритизм обрядын жасаған кезде жаңағы кісі келіп, мен осындай 25 франк қарыз болған едім деп, соны қайтару керек еді. Сол үшін менің арым, жаңағы совесть не позволяет, что соны қайтарып, соны мен үшін қайтарып бере аласыздар ма деп жаңағы обряд арқылы айтқан екен өзі. Яғни бұл жерде Шәкәрім Құдайберді таңғалатыны, что адамның бұл өмірден кейінгі өмірі жоқ болғанға адамдардың сенбейтініне. Яғни Алланың, Абай айтқандай, Алланың сөзі рас, өзі де рас деген сөзіне тоқтала кетсек, яғни адам жаңағы бұл жерде жаратылыстың бар екенін дәлелдейді, және де Құдайдың барлығын, және де бұл жерде ең бастысы ол Алланың бар екені анық деген дәлелмен соны зерттеді. Төмендегі тәртіп пен заңдылықты ақылмен зерттей келеді. Және ол жаңағы жаратушының барын мойындау керек дейді. Жан өлшем дейді, ол жаңағы адам қайтыс болғаннан кейін оның денесі мәңгі болады дейді. Ол өлгенмен жаңағы жан дүниесі жоғалмайды. Ол бір күйден екінші күйге ауысады. Шәкәрім жаңағы жанның мәңгілігі дәлелдеп, адам іс-әрекетінің жауапкершілігі бар екенін түсіндіреді. Адамға керек жол ол ар-ождан. Ар-ождан жаңағы ең мұғалім айтып кеткендей, ожданның үш түрі болады. Жаңа әділет, мейірім және ынсап. Және Шәкәрім адамдарды Алланы тануға, жан мәңгілік түсінуге және ар-ожданнан өмір сүруге шақырады. Жанның үш түрін айтады: нәпсі жаны, рухани жаны, мәңгілік жаны. Жаңағы адам қайтыс болғаннан кейін ол жаны басқа бір болмысқа айналады деп айтады. Жалпы осы еңбегінде, Шәкәрім Құдайберді осы еңбегінде адамның өмір жолын түсіндірген. Шәкәрімнің үш анық еңбегі маған адам өміріндегі ең басты құндылықтар ол ар мен әділдік екенін түсіндіреді. Және де бұл еңбекті оқи отырып, адамның таза ойлы, адал және жауапкершілікті болуының қаншалықты маңызды екенін сезіндіреді. Әр адам өзінің жүрегін таза ұстап, жақсы істер жасауға ұмтылу керек деген. Және де Шәкәрімнің еңбегі, осы еңбегі адамды ойлануға, өз-өзіне есеп беруге үйретеді. Бұл менің әсерім болғанда. Осы кітапты оқимын, енді ең бастысы ол жерде ар-ождан, ілімі туралы айтылған, ең бастысы ар, намыс деген секілді. Ең басында бұл кітаптың жаратушы бар, жан мәңгі деп айтқан болатын. Жаратушының бар екенін дәлелдеу болды, ол бірінші ғана дәлелдеу. Өйткені сол кездерде бір француз ғылымы Құдай жоқ деген шығарған болатын. Сол кезде айтқан сөздерінен бұл кісі кәдімгі бүкіл дәлелмен келтіріп жазып кеткен болатын бірінші анығында. Екінші анығында ол әрине жан мәңгі дегенді алған болатын. Мысалы жан мәңгі, тән ол тек қана уақытша қонысы деп айтқан болатын. Ал жанымыз біздің мәңгі өмір сүреді деп. Үшіншісі бұл бізде ар намыс, сол ар-ождан, әр ісімізден біз
ойланып істеу керек екенімізді әр ісімізде бір қиянат ойланау сондай мақсатпен сондай оймен жазылып кеткен. Жалпы осы жерде қорытынды жасайтын болсақ, әр нәрсені біз ойланып жамандық ойламай, тек қана жақсылық ойлап ар намысымызды таза сақтау керектігін жазып жатырмын. Жалпы Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл үш анық еңбегін жасы 70-ге келген шағында жазған екен, яғни 1925-1929 жылдарында еңбегі жазылған болатын. Яғни қартайған шағында дүниетанымы өзгеріп, жаңағы ойлау қабілеті артылған кезінде, яғни даналығы тұрақталған кезінде. Негізі аталған еңбегінде еңбекте үш анық деп көрсетілген, жаңа Ернар мұғалім айтқандай, ол дін анығы, философиялық және табиғи, сосын ар-ұждан анығы. Негізінен бұл үш қасиет, ақиқат адамның дұрыс жолға салынуына бағытталған болатын. Дүниетанымның түрлі бағыттарымен салыстырған. Яғни тек қана ислам дініне бағытталған емес, Будда, Лев Толстой, Аристотель, Спиноза, Дарвин, Кент сияқты ойшылдармен бірге өзінің синкреттік көзқарасын салыстырған болатын. Негізі Шәкәрімнің ішкі дағдарысынан туған еңбек бұл оны қартайған шағында, яғни 1931 жылы дүниеден өткеннен кейін атылғаннан кейін ол еңбек жарыққа шықпай тек қана 1988 жылы ғана жалпы руханият түрінде еңбегі жарық көрген. Негізінен совет үкіметі бұл Шәкәрім Құдайбердіұлының еңбегіне қарсы болған. Себебі бұл жерде діндік және руханиятқа байланысты болғаннан кейін қазақтың жалпы рухы үшін, даңқы үшін өте қауіпті болып саналғанымен ол еңбектің шығуына қарсы болған. Жалпы Шәкәрім Құдайбердіұлының осы үш анық кітабын оқи отыра, жаңағы өзі үш анық деп анық заттарды нақтылап кеткен екен. Жалпы философиясы терең шығармалардың бірі. Оқуға да өте ыңғайлы, ыңғайлы болғанмен де терең түсіндірілген шығарма философиялық тілде. Жалпы біз осы уақытқа дейін үш рет кездесу жасадық қой, сол үш рет кездесуде ең бірінші абайдың қара сөздерінен бастама алған. Біз сол абайдың қара сөздерінен алынған сөздерді тоқтам жасап, жаңағы талқылау жасаған уақытта Абай Құнанбаевтың ар-ұждан, ар-ұят, ілім, білім, ғылым деген сөздеріне тоқталатын болсақ, одан кейін Міржақып Дулатұлының педагогика кітабын оқи отыра, ол жерде де ұяттың ең басты мәселе екені көрсетіліп айтылған. Соның барлығын талқылай келе әрбір кітапты оқыған сайын тереңнен өмірге өзіміз мысалы үшін осы уақытта біз сотка болмаған уақытта, ұялы телефон ұстамаған уақытта осы кітапты естиміз. Кітап оқыған адам ойы да кеңейе түседі, жаңағы білімі де кеңейе түседі, сөйлеу тілі де кеңейе түседі дейді. Сондықтан да бұл жерде ерте заманда Шәкәрім Құдайбердіұлы ар-ұждан ұятты бізге осылай керемет бір философиялық тілде жеткізіп кеткен екен. Осыны оқи отыра мен өзіме ой түйгенім, ең басты міндет бұл жаңағы маған ұнағаны шариғат деп айтты ғой, діни жолындағы анық деп айтты. Сол жерде дін жолында адамның көзі соқыр болмау керек дейді, миы соқыр болмау керек дейді. Соны дұрыс қабылдаған адам жаңағы шариғатты да дінді де дұрыс түсінеді дейді, дұрыс қабылдай білу керек, соны әрі қарай дұрыс қолдана білу керек дейді. Қазір қарап отырсақ, кейде бір қарапайым ғана алатын болсақ, ораза ұстауды мысал алатын болсақ, ораза ұстаудың өзі мектеп қабырғасында оқып жүрген балалардың өзі ораза ұстай бастайды. Ол дінді дұрыс түсінбегендік деп ойлаймын. Енді шариғатты дұрыс түсінбегендік деп ойлаймын. Тіпті өзіміз мысалы мен өз басым ораза ұстау кезінде бетімізге былтырдан бастап ұстап бастап дінді оқи бастап, кітапқа қайта ден қоя бастаған кезде жаңағы дұрыс ұстаудың дұрыс екенін сол уақытта қорқып келдім, например. Ол жерде жаңағы ораза ұстаудың қаншалықты қиын екенін оларға түсіндіріп кетті деп ойлаймын. Соның жолын білсе балалар оның қандай екеніне, терең мағынасы бар екеніне ой салады деген ойдамын. Осыны осы жерде осы философиясында Шәкәрім Құдайбердіұлы өте жақсы түсіндіріп айтып кеткен. Екінші философиясы жан мен ілім деп айтып отыр ғой, жаңағы жан адамның мәңгілік жарығына біз жаңағы мәңгілік бізге өмір жоқтығын бір неден екіншіге ауысып отыратындығымыз, соның барлығы осы жан әлемінде осы ізденіс бағытында өте жақсы айтылған. Информатика бағытында жұмыс жасағанмен кітапқа деген ынтам өте зор. Осы кітапқа деген қайтадан осы бастама басталып, кітапты қайта қолға алған кезде жас кезіндегі қазір сопка ұстау мен кітап ұстаудың айырмашылығын терең түсіне бастадым. Сондықтан да осы бір үшінші бағытта жұмыс жасап жатқан Гүлбану Мантимировна, сізге үлкен рахмет. Осындай Шәкәрім Құдайбердіұлының үш қасиеті жаңа айтып кеткен үш анығы Абай Құнанбаевтың 45 жаңағы қара сөзін талдадық. Міржақып Дулатұлының Мағжан Жұмабаевтың педагогикасын талдай отырып ойға түйетін нәрсе көп. Тіпті өзіміздің өмірде болып жатқан жағдайларымызды еске түсірдік. Мысалы үшін педагогика кітабын алған кезде мен соны оқи отырып баламның алдындағы ұятым оянды. Жаңағы дұрыс тәрбие беріп жатырмын ба деген ұят оянды. Жақсы көремін осы тіл жағын жақсы көремін. Андай патриот рух оянып тұр іште қазақ тілінде деп жатқаннан мен оятып отырамын өзімді. Осы бір кітап оқуды қолға алған кезде өте қатты қуандым. Осы бастаманың қолға алып жатқанына, әулеттер ішінде, отбасы ішінде жүріп жатқанына, оқушылардың жаңағы қатысып жатқанына, мұғалімдердің осыншалықты қатысып жатқанына, біз мысалы үшін мұғалімдердің бір өзіміз бір не болып қалдық еді, жиналып біріміздің ойымызды біріміз түсініп. ағылшын мұғалім отыр, физрук мұғалім, тарихшы кісілер жүрді. Бастаушы. Қазақ.
екеуміз көмек қалғанда. Өзіңізге танымай. ал мен сосын мен сұрақ қойып кетейін. Қоя беріңіз басқа. Мен осы сізден осы үш анық еңбегін оқи отыра сіздер өздеріңіз Шәкәрім Құдайбердіұлының қандай кітабында айырмашылықтар байқадыңыздар? Басқа кітаптарға қарағанда. Философиялық айырмашылықтар қандай? Стилі қандай жазған? Мен мына кісіге сұрақ қойғым келіп тұр. Жаңа педагогикаға байланысты кітапты оқыдым деп тұрсыз ғой, иә? Соған баламды дұрыс тәрбиелеп жатыр ма жоқ па деген сондай не болды. Қалай екен енді? Тәрбиеңіз қалай болып тұр екенсіз? Тез тәрбиелеп жатыр. Балам тыныш отырса ойланып қой, тыныш отырса оқасыз, тыныш отыр екен ойлайды. Сосын біріне мысалы балаға басқа айта саламыз ғой кейде. Соны балаға айта керек келме, өзімнің көңілім толмаған кезде айта саламыз, мынауың дұрыс емес деген сияқты. Бірақ мен жаңағы үлкен ұлым соткасында ғой 12-де соткасында бірақ кішкентай кезде тәрбиелеп тастағансыз ғой. Сотканы дұрыста уақытында ұста деп бала соған тәрбиелеп келген, екінші ұлым тыңдамайды. Жаңағы сотканы ұстай береді уақытында. Ол маған тыныш отырса болды. Ол қозғалыстағы бала да мен соны дұрыс тәрбиелемей жатыр екенмін да. Бірінші бала өзі тәрбиені талап етеді да біз екінші балаға мүлдем назар аудармайды екенбіз. Сонда жаңағы екі баланың айырмашылығын көріп тұрмын да. Ана ұлым сотканы көрген кезде тәтті тағамдар пісірген ұнатады. Соны әрбір таңертең тұрғанда мысалы мынау телефонда айтамыз сотка иә интернет өзінің томилығына тарта береді ғой ол енді есепке шыққан бала иә қазір он екіде болса ертең 12-ге келеді соткаға қызыға береді анау өзіне тарта береді сол кезде қазір мысалы мынандай ой болуы мүмкін ол қазір сіздің тәрбиеңізге көніп тыңдап келе жатыр сізді енді жасы келген сайын ол сіздің тәрбиеңізден біртіндеп шыға береді ғой сол кезде сол сотканы соған кіріп кетпесіне одан сайын жақынданбасына кім кетпейді ой болады да өйткені балалар енді өзіміз де білеміз бізде бала тәрбиелеп отырмыз ғой енді олар бір 15-16-ға дейін сіздің тәрбиеңізге бәріне көнеді одан ептеп бір 20-дан асып әрі қарай өз несіне деген дұрыс иә өйткені кейде балалар мен өзім тәжірибеммен балалар осыны кішкене сотканы қойып кітап оқыған сөйлеп біріне бір қарап сөйлеп не істеген кезде содан жаңағы бір кітапты оқыды бір кітапты оқығаннан екіншісін оқыды содан өзі орысша оқып бастады да қазір енді бәрін қазақша оқып тұрмын сіз көрдіңіздер ол да бір жағынан енді кітаптан айтасыз кітапты оқытуға көңіл керек бала қазір алдымызда отырған оқушылардың өзі элементарный оқу кітапты оқымайды олар қазір біздің жасанды интеллект чат GPT-міз бар неше түрлі жаңағы бағдарламалар соған кіріп алған оларға кітапты оқуды бас қатырып отырғаннан гөрі мынау сұрақты алып жаңағы жерге сала салып дайын тұрып алған әр мектепте 15 кітап оқисыңдар 15 кітаптың тізімі берілгендіктен балалар кітапханаға көбірек келетін болды осы оқитын болды жобасы басталды балалар жиі оқитын болды кітапханада отырып оқитын болды бір екеуі отырып бір бет алдайтын болды қуантатыны сол енді мен өзімнің кітапханашы ретінде айтарым осы деген енді бірақ негізі жаңағы кітаптар демекші егер сіздер байқаған болсаңыздар дәл осы үш анықта еуропа дамып келе жатқан елдердің кітаптарын осы үш анықта сынға алғанын көреміз егер байқаған болсаңыздар яғни еуропа ғалымдары мысалы үшін анау жоқ мынау жоқ құдай жоқ деп келтіріп айтқандардың бәрін үш анықта барлығын Шәкәрім Құдайбердіұлы дәлелдеп неге жоқ бәрін дәлелдеп мынау бір ғалым еуропадағы ғалым мына жерде былай деп айтты бірақ мына жерде былай болды сонда қалай кетті деп дәлелменен келтірген яғни совет үкіметінде білесіздер Құдай деген алып тастады тек қана онда Ленин біздің атамыз деп тұрып оқыдық яғни бірақ ол соған қарсы Құдай бар жаратылыс бір тылсым күш бар бірақ та оны біз асып кетпеу керекпіз шекарадан шығып кетпеу керекпіз ғылым деп оқыған дұрыс иә ол атомды да айтады атом бөлінбейтін атом бізде қазақтар жоқ екен мен дәл еуропалық тілде жазайын атом деп бірақ қазақша ұғымы бізде жоқ екен бөлінбейтін атом деп оны мысалы келтіріп өтеді ол ғылым дұрыс қой шындығы және жалған қой айырмашылығын айтып өтеді қазір кітаптар мысалы үшін ол жерде дұрыс болып жатса да дұрыс біз білмейміз нақтысын білмейміз адам өзі кітапты оқып өзінің керегі түсінігін алады яғни оның дүниетанымы қандай көзқарасы қандай әлемге деген біз мысалы шариғатты оқимыз да оған кіріп кетеміз басымызбен түңіліп кетеміз бірақ ол біздің қазақтылыққа жата ма соған да көз жүгіртсек дұрыс па мысалы үшін дарвин айтады адам маймылдан пайда болды дейді бірақ ол дұрыс қылым ба жалған ба шын ба жалған ба оның да мысалы үшін дәлелдеп ұстап әрбір ғалымға сондай пікір жазып мына жерде дұрыс мына жерде дұрыс емес әр заттың жазушысы болады себебі мысалы машина апаратын болсақ олар айтатын мына машина өз бетімен пайда болды деген ешкім сенбейді мысалы сол секілді ғой бұл бізде де осының бәрі жазушы бар дегенді осы дәлелдеп жазған біз жайдан жай жаратылмағанбыз бізді бір тылсым күш жаратылған тағы да былай дейді дене менен жанның бірігуі арқасында ашық ыза сезім махаббат мысалы үшін ақылақпен бізді тас деген дұрыс шығады дәл сол сияқты жан мен тәннің соғылуы сезімдерге алып келеді соны талқылайды бұл жерде өте керемет ғылыми терең қалыптасқан кітап ал енді мен сіздерге төрт топқа бөліп жүрсем қарсыламасаңыздар сіз үшеуіңіз бір топ бірінші топ боласыздар тағы үшеуіңіз екінші топ үшінші ал біз қандай кітап қалай бересіздер дәл осы кітаптың арасына алыңыздаршы
Сіздер жан болады. Сіздер ойдан жан болады. Сіздерге сұрақ қойдыңыз, осы неге кіші бір жазып кетсеңіздер. Сұраққа жауап. Мысалы бірінші топта А командасы. А, иә? А ілімі адамдық өлшем. А дегеніміз не? А мен ұяттың тәрбиедегі орны шәкәрімнің қазіргі қоғамдағы қатысты ойлар. Түсінікті ғой? Соны жазасыздар. Ал сіздер екінші топ бізде Ождан мәні. Шарттағы рөлі. Ожданның тәрбиелеген ождан. Осы онда мектеп тәрбиесіне қалай енгізуге болады? Ал сіздерге келген жан рух адам болмысы. Жанның мәңгілік туралы шәкәрім көзқарасы. Тағы да адам табиғаты мен жаратылысы. Жан тәрбиесінің ұғымы. Осы жайлы кішігірім өздерің жазып кетсеңіздер. Иә, анық. Ал біз енді қазіргі қоғамдағы әділет, ақиқат, имандылық мәселелері үш анық бүгінгі біздің біз осыны жайлы бірінші топ бастайтын болсақ, ар дегеніміз ол совесть, қазір кеңінен айтқан кезде шәкәрім құдайбердіұлы арды ең жоғарғы заң деп айтқан екен кітабында. Адамның шынайы болуы ол адамның арлы болуына байланысты бірінші кезекте. Ар адамның ішкі таза, ұяты, әділдікті сезінуі, жақсылыққа ұмтылуы. Сыртқы заң болмаса да арлы адам жамандық жасамайды. Ар жанның тазалығы, ар мейірім, әділет, адалдыққа негізделген ұждан. Ішкі тазалығы мен рухани жауапкершілігі. Ар екі дүниеге қатысты сөз. Нәпсі жанды қинағанда, күнәлі болғанда ар соты деген болады екен. Енді жан мәңгілік, адамның жаны мәңгілік, өлмейді, жан денемен бірге байланысқан деп айтып жатырмыз ғой бағанадан бері. Адамның жаны тәрбиеден кейін де өмір сүретін логикалық, моральдық дәлелдермен негіздеуге болады. Мысалы үшін біз айтамыз ғой жаңағы өлі риза болмай тірі байымайды деп. Сол кісілерге мысалы үшін Құран бағыштап жатамыз қалған, ол жан мәңгілік деп айтады, ол шәкәрімнің жаңағы шығармасында да айтып кеткен. Енді жай ғана қарапайым түрде алатын болсақ, жаңадан қосылып жатқан немесе қыз бен жігіт болып жүріп жатқан жастар арасында да жаным деген сөздер кеңінен қолданылады. Иә, кейбір орта жасқа келген адамдардың өздерінде жан деген сөздерді қалай келетесің деп айтып жатса, осындай бір жанның соншалықты бір қасиетінің соншалықты үлкендігін көрсетіп шәкәрімнің шығармасынан айтып отырған ойынша жалпы жүрек пен жүрекке байланыстырдық. Жүрек тоқтамайды, жанымыз тоқтамайды. Жүрегіңіз соқтырса өзіңізді жүре бересіз деген сөз ғой. Жүрекке жақын осы сөзді. ал енді бізде бізде ұжданның ең бірінші мәні ол жанның тілегі және де адамның ішкі жан дүниесінің ол ар, намыс, адамгершілік, иман ұғымдарының жиынтығы. Ұждан бұл адамның рухани айнасы. Және де ұждан пенделік мінездерден алыстатып, жанды тазартады. Енді бұл мектептегі ұждан бұл тек қана жеке құндылық емес, ол бүкіл оқу тәрбиесінің моральдық тірегі. Ұжданы бар бала ертеңгі адал, әділетті және де жауапкершілікті азамат болып өседі. Мектеппен байланыстырмадық қой, иә? Енді біз мектеппен байланыстыруға болса, ойлаймын, жаңағы өзінің жүрегінен шығып балаға тәрбиені берсең, бала соны әрі қарай алып кетеді. Жылылығын бүйтті, сөйтті деп, әрі қарай солай жалғасып кетеді деп ойлаймын. Тәрбиесі берілген білім адамзаттың сондықтан үйдегі берілген жан дүние, берілген адам анасынан, әкесінен, отбасынан дарыған жан дүниесі. Мұғалімнен алып балалар ешқашан алдамайды, біліп тұрады. Кім жан тәніне сабақ беріп жатыр? Кім жай ғана? Кім жан тәніне сабақ берген мұғалімге олар асылып тұрады. Университетте сабақ беремін ғой, сонда студенттерім айтады, неге сіз осы бізді составить етесіз? Көп
сылайсыз бүйтесіз. Басқа мұрағатқа барсаңыз дейді, бір кестені береді да отырамыз дейді, сонымен қарап береді. Мен айтамын, мына сіздердің айтып жатқан тақырыптарыңыз ертең сосын өкінесіздер дедім. Ертең сосын бізде рубежка деген бар, емтихан бар ғой. Осы тақырып айтып жатқан тақырып сізде ертең рубежкада болады. Сол кезде сіз отырасыз ба сосын маған қарап, оған мынау қалай деп. Сондықтан мен бергенді сіз жаттамасаңыз, менің мысалы. Соны барып сіз тық жазып бере аласыз дедім. Анықтан бүгінгі жаңағы барлығын айтып кеттіңіздер, енді соны біз түн түйіндеп жаңа үшеуміз ақылдаса келе үш анықта ең бірінші әділдікті алдық, екіншісі ақиқатқа жетуді алдық, үшінші бақытқа қол жеткізу деді. Енді жаңағы өмірмен байланысты сіздер мектеппен байланысты айтып кеттіңіздер ғой. Енді жерде ақиқатқа жету дегенді қазір өмірмен байланыстыратын болсақ, кеше ғана бізде Бөгенбай батыр жыры Зайра канатында біледі, ол үлкен жоба. Жырды 4000 жолдан тұратын жырды жаттау ол әр балаға оңай тимеді. Сондай кеше 500 бала қатысты. Біздің мектептің оқушысы бір айдың көлемінде жаңағы 4000-ді жаттамаса да 200 жолды жаттады. Ана жерде бір жерін айтады, тоқтатып ар жағын соны айтып отырды. Біздің оқушымыз алдында дайындаған оқушымыз ол отбасыға дайындап байланысты мұғалім ары қарай жақтай алмайды деген енді мектеп атынан керек қой. Сол бір оқушыға айттық, бірден ол шамасы келгенше айтты. Одан кейін бір оқушы шықты Сафик өзі, екі Көжанардан айтқан екен, жаңадан сол кезде жаңа Әділ мүшесіне өтінді, 5 минут қана маған уақыт беріңіз деді. Жырды мен толық жаттадым, 100 бетке мен толық сенімдімін деді. Қай жерден айтсаңыздар да мүлікке айтамын деді. Бірақ маған 5 минут уақыт беріңіздерші дейді. Содан бала айтады, мұғалім дейді, сыныпқа кірді дейді. Балаларға осындай бізге тапсырма берді, Бөгенбай батыр жырын жаттау керек, 4000 жол қайсысын жаттайсыңдар деген кезде ешкім үндемеді дейді. Сол кезде мен ана жерде сау балалар, екі көз жанары бар балалар әлгіні бүйтіп көріп оқып жаттаудан бас тартып отырғаннан кейін мамасына кетті де мен жаттаймын деп мұғалімге айттым дейді. Сол кезде Бөгенбай батыр жырын мұғалім оқи бастады дейді. Сосын үйге келдім ба ата-анама айттым дейді. Ана Бөгенбай батырдың тұлпарына отырған кездегі сондай сезімде мен жолым келіп мені жылқының үстіне отырғызыңыздаршы деп осылай ата-анама айттым дейді. Сонда ата-анасына, директорына, әлгі мұғаліміне өзі ерекше алғыс айтты. Содан баланың бетін қайтармай жаңа жерге алып барған аттың үстінде отырып Бөгенбайды өзім жүрегіммен сезіндім дейді. Содан жырды аудио түрінде мен күнде жаттап 100 беттен сұрасаңыздар да мүлдіртпей айтып беремін деп әлгі бала қай жерден қояды, сол сөздің мағынасын айтады да ары қарай жыр айтып беріп отыр. Осы қанша отырған балалардың, сөйлеп отырған балалардың біреуі үндей алмай қалды. Сол кездегі мен сіздердің қай жерден келді. Менде де сіздер сияқты жаттап алғаныңызға келіп тұрмын. 4000 жолдың бәрін жаттым. 100 жаңа бетті толық мүлдіртпей айтты. Мен шамам келгендерім болсын деп әлгі бала кешегі жарыста отырған Әділ мүшелері бәрі орындана тұрып жаңағы балаға алғысын білдірді. Ол жаңағы баланы жаңа айтайын дегенім ақиқатқа жету деп тұр ғой. Сонда баланың алға қойған мақсаты мен де өзге қатарлас отырған баладан қай жерім кем мен де көрсете аламын, мен де нашасы жақтай аламын деп бала көрсетіп берді. Енді жаңағы қалған барлығын өздеріңіз айтып қойдыңыз. Енді бақытқа қол жеткізу, жаңағы бала өзінің бақытына жаңа қол жеткізді. Ана жерде қаншама жақсы сезімде болды. Айтады мен көрмесем де жүрекпен сезіп тұрмын деді. Сосын үш анықта айттық қой жаңа Шахан Құдайбердіұлы әрбір ғалымға тоқталып олар дұрыс айтып кеткен. Бізде дәл солай, бізде мұғалімдер бізге келіп жатқан ақпараттың дұрыс-бұрысын өзіміз ізденіп тауып, сосын барып болашақ ұрпаққа беруіміз керек. Себебі қазіргі заман ақпарат заманы. Ақпараттық заманда кез келген ақпараттың дұрыс немесе бұрыс болуы мүмкін. Ақпарат көп, соны балаға ізденіп өзіміз дұрыстығын беру керекпіз. Бұл осыны үйретеді деп санаймын. Яғни дәл осылай орнына қойып дәлелменен балаға жеткізіп бере алу керекпіз. Бұл мұғалімнің басты міндеті. Соны қазіргі заманмен ұштастыруға болады. Бізде үшіншісі өмір бойы бізде үшіншісі бақытқа қол жеткізу деген екенсіз. Өмір бойы білім алу, іздену керек, адам өз маманының шебері болу керек деп түйіндейміз. Ал енді сіздерге сұрақ осы қорыта кететін болсақ, адамның болмысы не анықтайды? Мына жерде айтып жатыр. Енді сіздерге сұрақ, адамның болмысы не анықтайды? Тәрбие, әлде тәрбиелік болмыс бар. Тәрбие дегенді қолданысқа келтірсеңіздер. Тәрбиелік болмысы дегенде кім? Айтып кетіңізші, тәрбиелік болмыс. Не үшін солай ойлайсыз өзіңіз? Өйткені адам дүниеге келгенмен оның өзіндік бір өзіндік бір мінезі болады. Ол адамды тәрбиелегенмен бір бағытқа бағытталғанмен, иә өзінің керегін алады, бірақ табиғи болмысы қайтпайды. Ол өзіндік бір жаңағы жеке тұлға болғанмен оның өзіндік бір мінезі болады сол себепті. Бұл өте жақсы. Ал сіздер тәрбиелеп жатсыздар. Тәрбиелеп Мінез өзгермейді адамда. туа біткен мінез өзгермейді. Қанша тәрбиелегенде ол бір белгілі уақытта ғана өз тәрбиеге бағынып, сол мінезі бірақ бір толчок дейміз ғой, сондай болған кезде өзінің мінезін бәрі көрсетеді. Адам мінезі өзгермейді. Айтып жатыр ғой қазақтар, аның қанында бар деп. Қанындағы дүние өзгермейді деп ойлаймыз. Негізі аңғарып мысалы бізде ру деген бар ғой, яғни біздің ата бабамыздан сонау келе жатқан бір қанда. Негізі жаңа біз енді ислам дініне қарағанда жаңағы басқа әлемге кету деп қарастырсақ та, басқа жағынан бүйтіп қарасақ, мысалы жанын ұрпақтан ұрпаққа басқа жанға тарауына сөйтіп алып кетсек болады. Яғни белгілі бір қазіргі мысалы Шыңғысхан ұрпағындағы Абылайды алатын болсақ, Кенесары, Шоқан Уәлихановты алатын болсақ, оның барлығы бір қанды, яғни титул ретінде беріліп таралған болады. Сол себепті бір ақсүйек ретінде өзіндік бір болмысы. Бір қасиет сияқты ол. Табиғи біздің басқа ұлттарға қарағанда қазақи болмысымыз қандай? Біз отличаемся, ерекшелік тұрамыз басқа.
біздің ерекшелігіміз бар. Тәрбие тәрбиесі жоқ деп айтып жатады ғой. Соның бәрі ол басқа материал тәрбиесі көрсетіп тұрады. бұл өте қазақ жалғыз. Жапондарда көрдік па? Ал Өзбекстанда биыл осы айда пайда болды. Заң жүзінде барлық жер атасын білу керек деген Өзбекстанда заң жүзінде бекітіп жатырмыз. Яғни біз кезінде біз әлде тастағанбыз. Қарасаңыздаршы. Кәсіптерде өздерінде де бар, бірақ оларда көрдік па шапаққа дейін бар. Бізде жапондарда не только ер жақтан да, ана жақтан да көрдік па. Жоқ, ана біз айтамыз, жай ғана қарапайым айтамыз ғой, ұят болады, бұның бәрі тәрбие. Мысалы айтамыз ғой, ана өзі әзіл ойнарда, мынау телевизорда жүрген адамдардың да бәрі айтады ғой, ел кетті ал шай ішейік деп. Ол да тәрбиенің бәрі ғой. Егер сосын айтсаңыздар, басқа ұлттарға қарағанда негізі тарихтың барын жақсы ізденісім бойынша жалғыз халық атаның заманынан келе жатқан, жалғыз өзінің жерінде келе жатқан, атаның заманынан келе жатқан. Ешқайсысы ұлт өзінің жер қуысына сақтап қалмаған біз әлемде. Қаншама 50% жеріміз кетіп қалды ғой. Кең жақсы ұстап отырмыз ғой. И сосын біз қысылып отыра алмаймыз. Біз кең отырамыз, иә? Біздің болмысымыз. Біз бұны өзіп тастаса да біз бұны нете алмаймыз, иә? Кеше алмаймыз. Біз кеңдікке үйренгенбіз, ет жеуге үйренгенбіз. Біз 30 жылдар неше қылып ет жоқ. Орыстар бізді ойлады, бай, мыналар мал шағын жалдар бар, бай. Қайдан білсін біз бір етті бір күнде жеп қоятын, бір малды бір күнде жеп қоятын. Қайдан білсін? Бірақ жарық көрді 80 жылдардың аяғында. Қараңызшы, сонда 70 жыл осындай неде болған ашаршылықтау бұлттарды сақтап алған адамға да мысалы неше алсымыз шексіз былай қарасақ біздің қазаққа деген рух береді ғой, өзінің болмысын жоғалтпа, тәрбиені туа біткен еркіндігіміз бар. Ол ақиқат. Ақиқатымыз Алланың айтқаны жазғаны да рас ақиқат, бірақ Алла бізді қалай жаратты? Біздің жаратылысымыз білді ғой, бізді жаратты. Еркіндікпенен, азаттықпен, еркіндікпен жаратты. Демек осы болмыспен қалу керекпіз. Біз жаратылымыз, болмысымыз осы кітап бойынша кішкене сұрақ қорытындылап кетсек, иә, аяқтай кететін болсақ, бірінші 3 анық ілімі қазіргі қазақстандық білім беру жүйесіндегі ғалым ұғыммен тығыз байланысты. Кім бірінші жауап берді бізді? Ермұғалия жауап берді. Сақтап отырмыз. Келесі, шәкәрімнің ұждан ариат ұғымы педагогикадағы қандай әдіснамалық қағидадан негізделген? Келесі, шәкәрім ақыл анығын қазіргі педагогикадағы сыны ойлау мәселе жоқ. Қайсысы? Сіз сыны ойлау бәрі таңдайтын ба? Кім бірінші айтты? Сыны ойлау деген не? Сыны деген сыны. Сыны. Яғни сабақта болады сыны. Бізде көз айыма. Әркім дауыс беріп өтсін. Сіз кімге дауыс бересіз? Ернұрманға дауыс бересіз. Сіз ойыңызша айтып тұрсыз. Ернұрманға дауыс бересіз? Дауысман бересіз. Көз қарасын. Топ бермейтіңіз ғой. Таңертең мұғалім сіз арайын мұғалімдер. Сосын келесіз. Ажырған сіз кімге дауыс бересіз? Мен арайын мұғалім. Мұғалімге екі дауыс. Ерекше қатысып отыршы. Сіз кімге дауыс бересіз? Екі дауыс. Сіз кімге бересіз? Үш дауыс. Яғни үштен көзге сіз кімге дауыс бересіз? Арамызға мұзапайын и жалғызға. Яғни төрт дауыс. Ол есті төрт дауыс. Төрт дауыс жинап алдық. Ал енді үш үшінші орын. Бірінші, екінші, үшінші қазір. Ал енді кім дауыс құқығына ие? Сіздерге қонақ болған соң мен сіздерге қазір екеуге беремін. Қонақ болған соң сіздерге секілді бір дауысқа әркім негізі мұғалімдер бір дауыс беруге құқылы. Бірақ сұрақтарға жауап беріп отыра дауыс жинайды. Өзіңіз қалаға үш мұғалімге дауыс беріңіз. Өзіңіз қалаға, өзіңізге де беруіңізге болады әрине. Үш қалаға үшеуге бересіз, сіз екі мұғалімге бересіз, сіз бір дауыс жеңіп аласыз. Мұғалімнің аты жазасыз ба? Бер салыңыз. Енді мұғалімге бересіз, біреуді жазасыз. Енді сіз кімге дауыс бересіз? Кім үшеуі сіз дауыс? Сіздің бір дауыс. Сіз дауыс бердіңіз ба? Кімге дауыс бересіз? Мен берейін, сіз беріңіз. Нарайма берейін. Ал сізді дауыс бойынша кім жеңді? Кімде неше сағат жеңді? Сосын бір, яғни сонда жеңіп шыққан жалғасы бар, сосын араңызда пайда. Сіздерге осы ой түсіріп мұнат деген ойдамын. Ал келесі жұма күні сіздердің кездескенше, жұма күнгі кітабымызды оқып, дайындалып, келесіздер
кішкене шариғатта ғой жаңағы соны көп оқу керек мен жаңағы шәкәрім құдайбердінің жаңағы діни туралы өзім де діни кеткенге жақынмын, сондықтан құдай деген құр қалмайды, дінді негізі ұстанған дұрыс деп ойлаймын. Мен алған ең маңызды ой, жаңа Шәкәрім ең астында тұрды ғой, қандай бір ақпаратты балаға бермес бұрын сол ақпараттың жалған шындығын біліп алу осының маңызды болды. Жаңағы сол ең бірінші дін, ол дін соқыр адамды соқыр еліктеу емес, оны дінді тереңнен түсіну, жаңағы тек қана біздің ислам дініміз емес, басқа да жаңағы діндерді жаңағы сыйлау ең бастысы. Ең бірінші кезекте жаңағы ар ұждан, біз мұғалімдер ар ұжданымызды ұстасақ, оқушылар бізге қарап бой түзейді деп ойлаймын. Мен ойлаймын, адамның басты өмірдегі жаңағы дін, яғни дін жолында жүру өте қиын болғандықпен, бірақ адам зат ойлаймын, что дінді хотя бы ізденіп оқығаны дұрыс деп ойлаймын. Яғни біздің күнделікті жасап жатқан істерімізді, жаңағы өзіміздің қалай айтсам екен, әр істің басын жаңағыдай Алланың атауымен бастап сөйтіп ұштастырсақ деп ойлаймын. Мен ойлайтын ең бастысы ол жаңағы әр басқан ісіміз анық басу керекпіз. Жаңағы балаларымыз оқушылардың алдында да әділетті, ар намысты болу керекпіз. Шығарған оқығаннан кейін менің ойым, әр адам өзінің жүрегін таза ұстау керек, және де жақсылық жасауға ұмтылу керек деп ойлаймын. Менің осы жерден қорытынды алғаным, біз енді ең алғаш мұғалім болғандықтан балалардың алдында ол кісі оларға авторитет болғаннан біздің өзімізден бастауымыз керек, ар-жан намысымызды, ар-ұят, иманымыздың бәрін түзеуіміз керек, тек қана жақсы ойлап соны ұмтылуымыз керек деген қорытынды. Шәкәрім Құдайбердіұлының негізгі осы еңбегі мақсаты ол жауап алғысы келген сұрағы адам мен жаңағы дін мен ғылымның ақиқаты қайсысы деген сұрақ. Яғни ол осы сұраққа жауап ала алды. Яғни ол дінді зерттей отырып, яғни басқа да ғылымдардың, ғалымдардың ой талғауымен өзіндік бір ғылымға деген жол алып келді. Яғни дін жолымен жүргенімен ғылымды бірге алып жүру керек. Соның арқасында яғни бір түйін ол ғылымға деген құштарлық. Бірінші жаңағы ойлағым, біз енді ойымды айтып жүрсем, жаңағы ең бірінші дінді сақтау керек деп ойлаймын. Сол дінді сақтасақ әрі қарай өзімізді жетістікке жеткіземіз деп ойлаймын. Енді мен де айтарым осы, дінді сақтап, ол дінді өзіміздің ұрпағымызға, балаларға, жастарға дұрыс жеткізу керек. Дұрыс ұстануын, дұрыс жолға түсуін соған өте қатты қарау керек деп ойлаймын. Қазіргі былай қарасаңыздар, жастардың бәрі қазір уже дінге бұрылып тұрған, темекі, арақ дегенді бәрін қойып, намазға кірісіп. Бірақ оларда еліктеушілік көп. Біріне бір еліктеп, бірін бір тартады. Олар былай өздерінің жүрегімен жанымен келмейді. Мысалы көбісі, енді әркім алатын көбісі жастардың жаңағы өз жүрек жанымен өзі оқып келмейді ол күнде. Бәрі бірін бір тартып, біріне бір еліктеп, анада ораза ұстап жатыр ма, мен жасаймын. Мода ма, еліктеушілік не кетіп қалды, сондықтан бұл жерде діннің өзін дұрыс түсіндіріп дұрыс ұстанудан дұрыс тәрбиелеу керек деген. Ал енді қараңыздаршы, осы қазір пікірталаста не байқадыңыздар? Осы қазір бір Мен осы бір кетші болды, бір кетші. дінді айтты. Кімдер айтты? Жоқ. Айтып отырсыз ғой, қазіргі заманда бар нәрседе біз алдында педагогикамен абай нелерде осы заманда оқып қойдық. Қарасаңыздар, үлкен кісілердің барлығы жастарымыз үлкен. Сіздер бақтан төмен дейді. Жастардың барлығы не дейді? Аружан. Мен таза болсам, аружан таза болсам. Жаным таза. Ал сіздер жастарыңыздың қараңыздаршы, үлкендігін. Бұл жерде бізде бір жағынан алаңдаушылық бар. Біз көбіне уайымдаймыз. Біз үлкен болғандықтан біз уайымдаймыз, балалардың жағдайы қалай болады. Олар қайда бұру керек деп. Сіздер ойлап отырған жатса, аружанды қалыптастырып алған шығармыз. Уайым бізде бұл жерде алаңдаушылық көбірек болады. Ақтарлардың жерге жақсы екен. Бұл кісі айтып жатыр. Аружанмен сабақ беру керекпін деп айтып жатыр. Сіздер жас үлкендер барлықтары, жас үлкендер барлықтары діни деп айтады. Бірақ жастардың барлығы оны айтып тұрған жоқ. Ақырет ойлап тұрған жоқ. Қазіргі менің арым таза деп айтып жатыр. Ал мен өзім жақында келеді сізге.